Ассалаумағалейкум. Қара дуаны не үшін жасайды? Қара дуаны үш мақсатпен жасалынады. Ең алдымен бірінші сізден өш алу мақсатында, екінші көр алмаушылықпен жолыңызды байлау мақсатында, үшінші ерлі зайыптылардың арасына суықтық салу үшін жасалынады. Қара дуасы терінген адамдардың жолы байланып, берекесі қашып, аурудан ауру болып, отбасында ұрыс жанжалдар көбейіп, бір проблеманы жапса екіншісі келіп, екінші жапса үшіншісі келіп, қанша әрекет қылса да қарыздан шыға алмастан қарыздың үстіне қарызы жамалып кете беруі мүмкін. Негізі сиқыршылар сондай қара дуаларды істейді. Ай жаңаланған кезде адамның дуасы міне қайта-қайта жаңаланып тұрады. Ол қанша оқытылса да, қанша әрекет жасап дуасын шешуге әрекет жасаса да шешілмейтін кездер болады. Міне қара дуаны істейтін дуакештер түнде қара түнекке сыйыну арқылы, лағнеті ібіліспен договор түзу арқылы адамның жолын байлап құрдымға кетіру үшін жасайды. Бұны шешу әрине оңай емес. Бұны шешу үшін қасиетті Құранның аяттары, дұғалар арқылы, зікірлер арқылы міне адамның бойын тазалауға болады. Кейде міне шариғатымыз рұқсат бермейтін ақ хасида және қара хасида деген дұғалар болады. Міне дуа сиқыр толық кетпей, Құранның аяттарымен оқыса да, зікірмен оқыса да кетпеген жағдайда міне ақ хасида деген болады. Міне осылар арқылы дуаның күшін қырқып дем салса болады. Әрине бәрі Алладан. Бірақ қазіргі таңда жолы болмай жатқан пенденің бәрінің басында сиқыр бар, қарызға кіргеннің бәрінде басында сиқыр бар деп айта беруге болмайды. Бұл бірінші сынақ болуы мүмкін, екінші сиқырдан, тіл көзден болуы мүмкін. Бірақ әр сынақтың бір шешімі, яғни шешуші жолы болады. Ол дем салдыру арқылы болуы мүмкін, өзіңіз Аллаға дұға қылуыңыз арқылы болуы мүмкін, және де өзіңіз шын ықыласпен ниет қылсаңыз, Алла тағала міне қандай қиыншылық болса да, қандай сиқыр болса да, міне Құранның құдіретті аяттары алып шығады. Бәрі Алладан. Ең алдымен өздеріңіз шын ықыласпен ниет етулеріңіз керек.